Тәуелсіз елдің ұрпағымын. Танисың ба сен мені? Мен қазақтың баласы Қасым Аманжолов. Өмірде еркін жүріп, еркін тұрғанды жаны қаламайтын жанды кездестіру қиын да шығар. Міне, қазақ дейтін текті халықтың басына бақ қонып, тәуелсіз ел атанғанына да биыл 30 жылдың жүзі болып қалыпты. Тәуелсіздіктің жайын сөз етсек, тарпаң ойымыз сонау ақтабан шұбырынды Алқакөл сұлама жылдарына барып тіреледі. Айтылған сөз, жазылған тарих, ақтарылған сыр арқылы менің жас жүрегім сол кездегі бауырластарымыздың көкейінде азаттық, еркіндік сөздерінің тұнып тұрғанын сезіп отырмын. Қозыбасының төбесіне туын қадап, хандық құрған, елін азат, жерін ғажап етуді ойлаған Керей мен Жәнібек бабаларымыздың бойында аңсаған арманы тәуелсіздік еді ғой. Басымыз біріксе, іргелі ел болсақ деген асқақ арман сол кезде кез келген қазақтың көкейінде жүрген шығар. Алты малтаны ас қылып, тебінгісі терге шірігенше, ат үстінен түспеген Исатай мен Махамбеттің де түпкі мақсаты азаттық болатын. Ей, Алаштың азаматтары, сендер адаспаңдар. Әйтпесе, соңдарынан ерген халық ел адасады деп, тәуелсіз елдің төте жолын көрсеткендер де Ахмет, Тұрар, Әлихан сынды алаш арыстары емес педі. Алашы, яки қазақ үшін Сібірдің аязына тоңып, тар қапасқа қамалған, тіпті өмірін құрбандыққа шалудан тайсалмаған есіл ерлерді бүгін қалай әспеттесек те жарасады. Тәуелсіздік туралы толғанған сәтте қазақ жастарының 1986 жылғы желтоқсанда болған үстем жеге қарсы толқуларын айтпай кетудің өзі азаматтық арымызға сын болмақ. Елдің бойына жиналған ашу ыза, қайралған намыс әйтеуір бір күні бір жерден тесіп шығуы тиіс болатын. Әлем картасына түбегейлі өзгеріс енгізген бұл оқиға ақырында желтоқсан оқиғалары деген атпен тарих сахнасында өз еншісін алды. Қайрат пен Ләззаттың, Ербол мен Сәбираның есімдері тәуелсіздік тақтасына алтын әріптермен қашалып, халық қаһармандарына айналды. Сәл кештеу болса да, еліміз өз тәуелсіздігіне қол жеткізіп, іргелі елге айналды. Қазір қазақ елін бүкіл әлем жұртшылығы таниды. Біздің өсу қарқынымызды, сайын даланың тәңір атанған көк бөрінің ұрпағы екенімізді, досына адал, дұшпанына қатал, бірақ шындықты қастерлеп төрге шығарған қонақ жай, мейірімді ұлт екенімізді әлем мойындап отыр. Ең бастысы, егеменбіз, тәуелсізбіз, азатпыз. Ата-бабаларымыз аңсаған тәуелсіздігіміз биік тұғырына қонды. Еліміз ертеңіне бет түзеді. Қазіргі Қазақстан ғажап елге айналды. Ендігі мақсат мүддеміз де айқын, бағытымыз да, бағдарымыз да мәңгілік ел болмақ. Осындай елде тұрып, текті ұлтымыздың текті ұрпағына қызмет ету де бақыт. Өйткені мен тәуелсіз елдің ұрпағымын. Туымыз тұғырлы, еліміз ғұмырлы болсын. Көк аспанда қыранымыз еркін қалықтасын. Ұрпағымыз еліне қызмет етуден жалықпасын ағайын. Тәуелсіздік күні құтты болсын.